ПСЖ клубы Тони Кроосқа өте тиімді ұсыныс жасамақшы. Левандовски, Месси мен Роналду жайында не айтты? Атлетико сапынан бір емес, бірнеше ойыншылар кетуі мүмкін. Осы және өзге де футбол жаңалықтары біздің бүгінгі шығарылымда. Өткен видеодағы сұранысымыздан кейін бізге жаңадан 144 жазушы тіркелген және алдыңғы видеода сіздер 1500 лайкты жинаған екенсіздер. Баршаңызға керемет қолдауларыңыз бен белсенділіктеріңіз үшін ерекше алғысымды білдіргім келеді. Әдеттегідей келесі жаңа видео шыққанға дейін 1000 лайк санын жинап тастайық. Көптеген көрермендеріміз, өкінішке орай 50%-дан астам оқырмандарымыз біздің видеоларды тіркелмей көреді. Егер біздің арнаға әлі жазылмаған болсаңыздар, тіркеліп қоюларыңызды сұраймыз. Ендеше бастаймыз. Барселона клубы Баварияның француздық қорғаушысы Бенжамин Паварға қызығушылық танытуда деп хабарлайды Diario Sport баспасы. Ақпараттар бойынша каталондық клуб футболшыны алдағы қысқы трансферлік терезеде өз қатарларына қосып алуды қарастыруда. Футболшының Мюнхендік командамен келісім шарты 2024 жылдың жазына дейін негізделген. Көгал қызылдар ұжымы Паварды арзан бағаға аламыз деп үміттенуде. Каталондықтарда бұл ойыншының қорғаныстың оң жағында, сондай-ақ ортада да ойнай алатыны қызықтыруда. Мадридтік Реалдың қорғаушысы Антонио Рюдигер өткен жазда өзіне Барселона клубының қызыққаны жайында сөз қозғады. Барселона маған қызығушылық танытқаны рас, бірақ мен бұл нұсқаны қарастырмадым. Мен тек Челси мен Реалдың ғана ұсыныстарына назар аудардым. Соңғы 5 жыл бойы Челсида жігерлене жұмыс жасаудың арқасында менде мәртебе болды. Сондықтан мен Челси және Реал арасынан таңдау жасадым, деп жеткізген екен Рюдигер аз баспасына берген сұхбатында. Атлетико клубы маусым сәтсіз өтіп жатқанға байланысты біраз финанстық мәселелерге тап болған. Команданы Чемпиондар лигасынан ұшып кетіп, Еурокубоктық доданы ерте аяқтауы шамамен 30 миллион еуро шығынға әкеліп соқтырмақ. Sport ES басылымының мәліметі бойынша осыларға байланысты Мадридтік клуб алдағы қыс айында біршама ойыншыларын сатып жіберуі мүмкін. Команда сапынан Хосе Хименес, Анхель Корреа, Матеус Кунья, сондай-ақ Тома Лемар осы аталған ойыншылар кетуі мүмкін. Сонымен қоса португалдық шабуылшы Жоау Феликс те сатылуы ықтимал. Оған ПСЖ клубының қызығушылығы бар. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендер назарларыңызда. Өнер көрсеткен клубтары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім? Астон Вилла клубы Барселонаның ивуарлық жартылай қорғаушысы Франк Кессиге қызығушылық білдіруде деп мәлімдеуде Sport ES баспасы. Ақпараттар бойынша ағылшында клуб футболшыны қаңтар айында өз қатарларына қосып алуға мүдделі. Трансфер сомасы шамамен 15 миллион еуроны құрауы мүмкін. Бұл трансфердің орын алғанын Астон Вилланың бапкері Унай Эмеридің жеке өзі қалап отыр делінуде. Кессиенің Барсамен келісім мерзімі 2026 жылдың жазына дейін негізделген. Польшалық шабуылшы Роберт Левандовски Лионель Месси мен Криштиану Роналду екеуі де әлем чемпионатында жеңіске жетуге лайықты деп есептейтінін айтты. Көбісі Месси әлем чемпионатын жеңуге лайықты деп ойлайды. Ал сіз бұнымен келісесіз бе? Егер соңғы 15 жылда алып қарайтын болсақ, онда Месси мен Роналду екеуі футболдың басты қайраткерлері болды. Осы әлем чемпионатын жеңіп алуға кім лайықты дегенде бірден осы екі ойыншының есімі аталады. Олар аңыздар. Дегенмен бұл футбол не болатынын алдын ала айту мүмкін емес. Мессиге келер болса, оның жетістіктерін қайталау мүмкін емес. Оның таңғажайып тарихы одан әрі жалғасуда. Қазір ол әлем чемпионатын жеңіп алуды армандауда. Ол үшін бұл үлкен сынақ, деген екен Барселонаның шабуылшысы. Манчестер Юнайтедтің жаттықтырушысы Эрик тен Хаг шабуылшы Криштиану Роналдуды Манчестер Юнайтед сапынан көргісі келмейді. Португалдық ойыншының даулы сұхбатынан кейін голландиялық маман енді ол манкуниандық команда жейдесінде өнер көрсетпеуі керек деп санауда. Тен Хаг Роналдуды тым шектен шықты деп есептеуде. Барселонаның президенті Жоан Лапорта каталондық клубтың осы маусымның қалған бөлігіне деген мақсаттарын атады. Маусымның алғашқы бөлігін жағымды деп бағалаймын.
Команда әлі енді құрылып жатқанына қарамастан, күшейіп бәсекеге қабілетті бола түсті. Ендігі кезекте Ла Лигаға басты назарды аударамыз. Біз әрқашанда максималды мақсаттар қоямыз және Чемпиондар Лигасында ойнауды әрі қарай жалғастыруды қатты қалаған едік. Бірақ ол мүмкін болмай қалды. Бұл ауыр соққы болды. Біздің қазіргі мақсатымыз ол Ла Лига. Титул үшін күресуге біздің мүмкіндігіміз баршылық, деп айтқан екен Лапорта Sport ES баспасына жеткізген интервьюінде. Пари Сен-Жерменнің аргентиналық шабуылшысы Лионель Месси заманауи футбол қатты өзгерді деп есептейтінін айтты. Бала кезімізден бізге белгілі үлгідей ойнауды үйреткен. Қазіргі заманауи футболда кез келген команда, тіпті аса көрнекті ойыншысы болмаса да қарсыластарына мәселе туындата алады. Қазіргі кезде бірінші кезекте тактика болып табылады, деген екен аргентиналық шабуылшы. Реалдың шабуылшысы Эден Азар басқа командаға ауысуды ойламайтынын айтты. Мен Реалдан кеткім келмейді. Әлем чемпионатынан кейін бәлкім менің командадағы жағдайым өзгеретін шығар. Ойнағым келеді, дегенмен барлығын жаттықтырушы шешеді. Көбірек ойнау үшін өзімді дәлелдегім келеді. Алаңға шықпайтынымды қабылдау мен үшін қиын, деп айтқан екен Азар тілші Фабрицио Романоға берген сұхбатында. Бельгиялық футболшының Реалмен келісім шарты 2024 жылдың жазына дейін жарамды. Манчестер Сити және ПСЖ командалары Реалдың жартылай қорғаушысы Тони Кроосқа қызығушылық танытуда. Осы жайында Спорт баспасы хабарлауда. Баспаның деректеріне сүйенсек, аталған екі клубта футболшыны келесі жазда. Оның Реалмен келісім шарты аяқталған кезде өз қатарларына қосып алуға мүдделі. Өз кезегінде Мадридтік клубта немістік ойыншымен келісім шартты ұзартуды қалап отыр. Дегенмен Тони Кроостың жеке өзі мансабын аяқтау нұсқасын қарастыруда. Эл Националь баспасының ақпараты бойынша ПСЖ клубы Кроосқа өте тиімді ұсыныс жасауға дайын. Париждіктер немістік жартылай қорғаушыға бонустармен қосып есептегенде 125 миллион еуроны құрайтын 3 жылдық келісім шартты ұсынуға әзір. Осы маусымда 18 ойынға қатысқан Тони Кроос 1 гол және 4 нәтижелі пасты өз пайдасына еншіледі. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.